Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? 8-ші орыс сыныбына арналған, 2-ші тоқсанға арналған 90-дық жиынтық бағалау тапсырмасы. Тыңдалым. Достық туралы ойлар. Дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі достық. Әр адам дүниеге келгеннен кейін өміріндегі сырын, мұң шерін тарқатып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін дос іздейді. Қиындыққа тап болсаң, оны досыңмен бөлісіп, ақылын тыңдап, шешім таба аласың. Басқаға жақсы да адал дос болу үшін ең алдымен адамды тыңдай білу, ақыл бере білу қабілеті жоғары болуы тиіс. Достық алдымен адамдардың бір-біріне сенуінен басталады. Сенім артқан сайын достықты қатаяды. Достық туралы нақты ой айтқан философ Шопенгауэр өзінің өмірлік данышпандық афоризмдері деген еңбегінде нағыз шынайы достық адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасын қажет етеді. Бұл досыңыздың қайғысына, қуанышына ортақтаса білу. Осының бәрі адамның табиғи өзімшілдік, өркөкіректік қасиеттерін жояды. Деген. Бір данышпаннан дос пен ағайынның қайсысы жақсы деп сұрапты. Данышпан, дос жақсы депті. Сол үшін достарыңның ісі жайында ойла, қамқор бол. Себебі, әркім өз досын жадында тұтпаса, достары да оны есінде сақтамайды. Ақырында ол доссыз қалады. Халықта алтын берген дос емес, ақыл берген дос деген мақал бар. Сенім мен жарқын көңіл достықты берік ететін тірек. Өзі шынайы дос бола білген адамның достары көп болады, жер бетінде өзін жалғыз сезінбейді. Ал құрметті оқушылар, мәтінді тыңдап болсаңыздар, енді тапсырмаға көшеміз. Мәтінде айтылған бір дұрыс мәліметті анықтаңыз. Достық адамдардың сенімінен басталады. Адам не себепті өзіне дос іздейді? Сырын айтып, қуаныш қайғысымен бөлісу үшін. 3-ші сұрақ. Бос орындарға қажетті сөзді қойыңыз. 2 сөзден артық жазбаңыз. Адамдардың бір-бірімен терең, таза және адал қарым-қатынасы шынайы достық көрінеді. 4-ші сұрақ. Мәтінде қандай мақал айтылды? Мағынасын ашып жазыңыз. Алтын берген дос емес, ақыл берген дос. Мағынасы. Шынайы дос бола білген адамның достары да көп болады. 5-ші сұрақ. Берілген сұраққа тыңдалым мәтіні бойынша жауап беріңіз. Автордың достық туралы негізгі ойын түйіндеп жазыңыз. Достық адам баласының қоғамда өмір сүруі барысында рухани тірек болатын, көзқарастары мен мүдделері ортақ тұлғалардың бір-біріне деген адалдығы мен сыйластығын білдіретін қасиетті ұғым. Келесі тапсырма. Оқылым. Еламан теңізге тартты. Түнде жел тұрған ба, таяуда жауға, үлпілде қардың бет жағы борап, жағалаудың мұзы қай көк тайғақтан қалыпты. Сонан бұл ақ қар көк мұз үстінде күні бойы жалғыз мұз ояды, ау қариды. Теңізге шыққанда маңындағы кісілерді байқамайтын, төбеде көк аспан, табан асты көк теңіз. Екі дүние арасында жабырқау ойды жанына серік қып, күні бойы күйбеңдеп жүріп өмір туралы өзі жөнінде ойлайды. Теңіз үстінде ғана емес, өмірде де жалғыз екен ойлайды. Әке шешеден ерте айырылды. Әкесімен бірге туған ағасы Есбол бұл арадан бір күншілік жерде тұрады. Баласыз жалғыз жетім, шалдан қайыр шамалы. Ендегі жанашырдан немере іні рай. Бірақ ол жас. Өзі сияқты ода әке шешеден жастай жетім қалды. Қазір қарт әжесі екеуі өз алдына түтін түтетіп отыр. Еламан күрсінді. Аяғы астында жатқан бір-екі балықты етегінің тұмсығымен теуіп,
өзінен әрегірек ысырып тастады да аудың арқалағанын ұстады. Күтпеген жерден қайын атасы есіне түсіп кетті. Тікбақай тентек, шал ел ішіне сыйымсыз, отбасына да мазасыз. Еламанды балықшы деп атап бұған айтқан қай сөзді де әзілгене айналдырып отырған. Оған бұл үйренген. Кешеде қатынаған біреуден балықшыға сәлем айт, ауыз ашқасын барам деп хабар жіберіпті. Мәтінді мұқият тыңдасаңыздар, енді тапсырмаға көшеміз. Бірінші тапсырма. Балықпен тіршілік етіп жатқан балықшылардың күнделікті күйбең тіршілігі қай жерде өтуде? Арал теңізі жағасында. Келесі. Сөйлемдердің шын жалған екенін анықтаңыз. Еламан теңіз жағасында жүріп, Тікбақай қайынатасын кездестірді. Бұл бізде жалған, я? Рай қазір қарт әжесімен бірге өмір сүреді. Бұл шын. Үшінші сұрақ. Төмендегі сөздердің мағынасын түсіндіріп жазыңыз. Мұз ояды, мұзды құралмен теседі. Төртінші, мәтіннің бірінші абзацысында қандай мәселе көтерілді? Бір сөйлеммен жауап беріңіз. Еламанның өмірі, себебі ол теңізде емес, өмірде жалғыз. Әңгімедегі кейіпкердің іс-әрекетіне баға беріңіз. Кейіпкер бізде Еламан, оның іс-әрекеті. Іс-әрекеті ол балықпен шұғылданады. Бағалаңыз. Еламанға баға беріңіз. Еламан өте шыдамды, әрі байсалды азамат. Жазылым тапсырмалары. Жазылым тапсырмасы бойынша бір тақырыпты таңдап, сол тақырып бойынша сіздер мәтін жазасыздар. Құрметті оқушылар, бүгінгі тапсырма сіздерге пайдалы болса, каналға жазылып, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.